халықтардың ортақ ұлы ойшыл, жырау қобызшы. Қорқыт сөзінің қорқыт сөзінен шыққан хор деген көне түркі тіліндегі өр деген сөз хор деп те айтылған. Ал құт ол кәдімгі құт, береке, игілік деген сөз. Демек, қорқыт сөзі жоғарыдан келген құт деген мағынада. Бірақ қазақ тілінде ол қорқыт болып, кейін осы атаудан талай аңыз ертегілер туған. Қорқыт ата өмірде ізі артында әдеби музыка мұрасы қалған тарихи тұлға ретінде белгілі. Қорқыт атаның өмір сүрген кезеңі туралы ғылымда әртүрлі болжамдар қалыптасқан. Аңыз бойынша анасы Қорқытты құрсағында 3 жыл бойы көтеріп жүріпті. Жылына 1 рет толғақ қысып отырады екен. Қорқыттың үйі келер алдында әлемді 3 күн 3 түн бойы көзге түртсе көргісіз қараңғылық басады. Сұрапыл қара дауыл соғып, ел жұртты қорқыныш сезімі билеген. Осыған орай баланың атын Қорқыт деп қойған дейді. Қорқыт атаның тарихи тұлға екенін растайтын жазба ескерткіш Қорқыт ата кітабы. Онда Қорқыт ата жырау, ақылгөй, данышпан, көсем, бақсы, күйші ретінде көрінеді. Кітаптың басында Қорқыт атаның нақыл сөздері келтіріледі. Ол өмір бар да өлім бар, өзгеру бар, өлмес өмір жоқ, сынбас темір жоқ, бәрі де өледі, өзгереді, ұмыт болады, тек мәңгі бақи өлмейтін, ұмытылмайтын нәрсе адамның өмірінде істеген игілікті ісінің нәтижесі дейді. Аңыз бойынша Қорқыт ата ұйықтап кетіп, егер өлім есіне алмасаң мәңгі өмір сүресің деген аян естиді. Біраз уақыт өткен соң бір баспақты қуып жүріп жете алмағасын, өлсем де жетемін дейді. Соны айтуы мұң екен, Әзірейіл келіп сен өлімді еске алдың, енді өлесің дейді. Аңызда Қорқыт ата өзінің жүйрік желмаясына мініп, халқы бақытты өмір сүретін жерұйықты іздеуші, ғұмыр бойы өлімге қарсы күресуші жан ретінде суреттеледі. Ел жұртты өзінің жырымен, күйімен де аузына қаратқан, ғұмырының соңында бірлігі де дырай бастаған жұртының алауыздығынан күйінген Қорқыт ата мәңгілік өмір сырын іздеп дүниенің төрт бұрышын кезіп кетеді. Бірақ қайда барса да алдынан көр қазып жатқан адамдарды жолықтырады. Кімнің көрі деген сауалға Қорқыттың көрі деген жауап естиді. Қайда барсаң да Қорқыттың көрі деген сөз осыдан қалған. Жер ортасы сырдың жағасы, қазіргі Қорқыт моласы тұрған тұс екен. Мұхтар Әуезов ажалды тоқтату мүмкін еместігін мойындағысы келмеген Қорқыт ата жұрттан безіп айдалаға, табиғат аясына кетеді. Бірақ таулар да, жазықтар да, ормандар да оған өлім күтіп тұрғанын айтады. Содан Қорқыт шырғайдан алғашқы қобызды жасап, жер бетінде бірінші болып күй тартады. Сөйтіп өлмеудің амалын өнерден табады деп жазады. Ең ақырында қобыз күйімен көз жұмып, артындағы ұрпақтарына өлмес күйлерін қалдырады. Қорқыт ата жырларының философиялық мән-мағынасының алтын діңгегі әлемді табиғат заңдарын көркемдік таным тұрғысынан игеруі. Қорқыт ата күйлері. Қорқыт өзінің ұрпағына ұлы мұра қобыздық күйлер Қорқыт, Желмая, Тарғыл тана, Елімай, Ұшардың ұлы атты күйлер қалдырды. Қорқыт ата ескерткіші сәулет өнерінің айрықша үлгісі. Аңыздарда айтылғандай Қорқыт ата мазарында соққан желге үн қосатын қобыз қойылған. Қорқыт ата ескерткішінің ішкі жағында мәңгілік өмір сырын іздеген Қорқыт атаның киелі желмаясының шартарапқа жол тартқан ізін шарлайтын түйе табан өрнегімен безендірілген. Әрбір стеланың үшкілдене біткен төбесі күмбезге ұқсатылып, ерекше сәулеткерлік композиция шешімін тапқан. 1997 жылы ескерткішті қалпына келтіру жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қорқыт бабамыздан қалған қобыз, өкініш пен арман, тыңдасаң сыр айтады, мөлтілдеп мұң айтады. Оғыз ұрпақтары тірі, қобыз заманының үні, бозынген боздағаны, жүректі қозғағаны. Да-да-да, хей, 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 хей,